Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Қаңтар оқиғасынан бері мәжілісте төбе көрсете қоймаған тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қызы Дариға Назарбаева қайда жүр? Көмекшісі журналистерге оның коронавируспен ауырып жатқандығы туралы хабарлады. Дегенмен айдың соңында мәжіліске оралуы керек болған Назарбаева келген жоқ. Індеттен кейін қазір денсаулығын қалпына келтіру үстінде екендігі туралы ақпараттар шықты. Ал дәл осы Дариға ханымға қатысты оның парламенттен кетуі керек пе деген сұраққа елдегі бірқатар депутаттар былайша жауап берді. Олардың арасында Нұр Отаннан сайланған депутат Айдос Сарым былай дейді: менің ойымша ол өзі осындай шешім қабылдайды. Екінші нұсқа бар, ол үшін партия шешім қабылдай алады. Бірақ сонымен бірге бұл барлығын бұрын және кейін деп бөлетін маңызды оқиға. Бүкіл дәуірді аяқтап жаңасын бастайтын кез келді. Бұл дәуір қандай болады, барлығы өзімізге байланысты дейді Айдос Сарым. Ал Қазақстанның халық партиясынан депутат Ғазиз Құлахметов саяси мәдениетті сақтау және бәсекелес партияның қызметіне баға бермеу дұрыс деп санайды. Дариға Назарбаева қоғамда болып жатқан өзгерістер мен жұртшылықтың талаптары туралы сөзсіз хабардар. Депутаттық өкілеттілігін тоқтату туралы шешімді ол өзі қабылдайды. Бұл Құлахметов мырзаның кесімді сөздерінің бірі. Сондай-ақ ол негізгі мақсат мұндай жағдайдың қайталанбауын қамтамасыз ету. Қалың бұқараның бүгінгі талабы бұл халықтың тұрмысын жақсарту, ауылды қайта жаңғырту, қоғамның ашықтығын қамтамасыз ету, парақорлықты тоқтату, әділ саяси бәсекелестікті қалыптастыру және тағы да басқа. Олай болмаған жағдайда ешкім жағдайдың құлдырамайтынына, ал әлеуметтік қақтығыс ушықпайтынына кепілдік бере алмайды дейді Құлахметов мырза. Ал Ирина Смирнова осы орайда өзінің пікіріне былай дейді: Дариға Назарбаева шешімді өзі қабылдайды деп ойлаймын. Сонымен қатар парламент пен депутаттардың жұмыс регламенті бар. Онда депутаттар жұмыс істейтін тәртіп жазылған. Уақыт көрсетеді дейді Ирина ханым. Расында барлығы уақыттың еншісінде, алайда қаңтар оқиғасы Назарбаев билігін толықтай тәмамдады десек болады. Бұрынғы ел басылап ұрандап, алдына түсіп жалпылдап жүретін шенділеріміз енді жаңа Қазақстан құрғысы келеді екен. Назарбаев әулетінен билікте қалған соңғы тұяқ десек те болатын шығар. Дариға ханым алдағы уақытта биліктен төбе көрсетері анық. Оның депутаттық лауазымын сақтап қалуын сіз қолдайсыз ба? Төмендегі комментарийге өз пікіріңізді қалдырыңыз. Каналға жазылып қолдау білдіруді ұмытпаңыз.